Қапшағайға шомылуға барып жүргендер абай болыңыздар. Себебі жағада акула жүр дейді. Көптеген сайттар мен парақшалар акулаға ұқсас балықты видеоға түсіріп алған бейнені таратып жатыр. Видео қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Видео түбегейлі ойдан шығарылған. Алғаш рет наурыздың 26 күні Рубен 3596 TikTok парақшасы жариялаған екен. Автор оның қайда түсірілгенін айтпаған. Кейіннен әртүрлі парақшада жарияланған. Ал қазақша парақшаға бейненің 2 айдан соң шығарып, оған жалған дауыс қосқан. Яғни халыққа хабарлау керек қой мынаны деген дауысты монтаждап қосқаны көрініп тұр. Басым бөлігі жасанды интеллект көмегімен жасалған. Алғаш рет 2 ай бұрын жарияланған ескерсек, Қапшағайда түсірілмеген деген қорытындыға келеміз. Hive Moderation деп аталатын жасанды интеллект көмегімен жасалған видеоларды тексеретін сервис арқылы тексеріп қарағанымызда, видеоның 59.5% жасанды интеллект көмегімен жасалғанын байқадық. Яғни видеода жиі жасаған элементтер болуы мүмкін. Сервис бейненің тек 8% ғана жиімен жасалмаған деген қорытынды шығарды. Қазақша видеоны ең алғаш кім таратты? 31 мамырда Instagram және TikTok желілерінде Албан Алматы 88-888 атаулы парақша видеоның Қапшағайда түсірілген туралы жазба шығарған болатын. Дегенмен бұл парақшада бұдан да бөлек күмәнді видеолар бар. Сондықтан кез келген ақпаратқа сене беруге болмайды. Ал сіз видеоға қаншалықты сендіңіз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.